Кенеттен терезеден өте жарқын жарық түседі. Үйсіз-күйсіз ер адам бұрылып бара жатқанда, шамның жарығының астында күтпеген жерден пайда болған Пратты көріп шошып кетеді. Осы кезде екі бала қарт әйелді әмиянын ұрлап, қашып кету үшін итеріп жібереді. Прат әйелге тұруға көмектесуге тырысады. Бірақ сол кезде полиция келіп, оны қарақшы деп қателеседі. Үйсіз ер адам мен қарт ханым оның мұны істемегенін бірден түсіндіреді. Полиция қызметкері Праттан оның саяхаттап жүргенін сұрайды, және ол өзінің жаңа ғана келгенін, және осы уақытқа дейін сапарлары аяқталғанын түсіндіреді. Ол оның багажы мен билеті туралы сұрағанда, Пратт оған багаждың қажеті жоқ екенін және пойызбен келмегенін айтады. Содан кейін полиция қызметкері одан күннен қорғайтын көзілдірігін шешуін сұрайды, бірақ ол бас тартады. Өйткені бұл планета шынымен жарық. Осындай оғаш жауаптардың кесірінен полиция оны қамауға алды. Олар сондай-ақ үйсіз адамнан Пратттың қай қақпадан шыққанын сұрайды. Ал жігіт оларға ешбір қақпадан шықпағанын айтады. Бір айдан кейін Манхэттендегі психиатриялық институтта доктор Марк өлімге әкелетін микробтардың кесірінен көшеге шығудан қорқатын Эрнимен терапия сеансын өткізіп жатыр. Марк терезені жаппайынша Эрни маскасын шешпейді, және микробтар барлық жерде, мысалы, асханадағы тағамда бар деп шағымдана береді. Осыдан кейін басқа ауруханадан жаңа науқас ауыстырылады. Марк зертханаға барады, және дәрігерлер оны іске қоспас бұрын Пратты бір секунд бақылайды. Полиция қызметкерлері Пратты галлюциногенді интоксикацияға күдікпен ауруханаға жіберді. Бірақ оның барлық сынақтары таза болып шықты. Сондай-ақ оның ауру немесе ми шайқалу белгілері жоқ. Оған амнезия және галлюцинация диагнозы қойылды. Өйткені ол басқа планетадан келдім деп мәлімдеуді жалғастыруда. Дәрігерлер оны дәрі-дәрмекпен қарқынды түрде толтырды. Бірақ мінез-құлқында ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бұл Маркты таңғалдырды. Олар оның жанынан жеке басын куәландыратын құжаттарды таппады, және жоғалып кеткені туралы бірде-бір мәлімдеме оның сипаттамасына сәйкес келмеді. Бірақ оның қалтасынан біртүрлі таңбалары бар қағаздарды тапты. Содан кейін Пратт Марктың кеңсесіне апарылды, және ол Марктың әңгімеде қолданатын сөз тіркестеріне түсініктеме берді. Сосын вазадан қызыл алманы алып, оның сүйікті алмасы екенін айтады. Пратт бәрі оны жынды деп санайтынын біледі, бірақ ол олай емес деп ант етеді. Ол шынымен де үйін біраз сағынып, оның үйі Лира шоқжұлдызында 1000 жарық жылы қашықтықта орналасқан Кпакс планетасы екенін айтады. Жерге жету үшін ол жарық энергиясын пайдаланып, жарық жылдамдығынан бірнеше есе үлкен қашықтықты жүріп өтті. Марк неліктен адамға ұқсайтынын сұрағанда, Пратт бұл жерде адамға ұқсайтынын, бірақ Кпакста ол Кпаксианға ұқсайтынын түсіндіреді. Бұл оның жерге бірінші рет келуі емес, және ол әлі де эволюцияның бастапқы кезеңдерінде тұрған планеталарға қызығушылық танытқандықтан келуді жалғастыруда. Кейінірек жалпы бөлмеде Хоуидің науқасы Пратттан өзінің туған планетасы туралы сұрайды. Пратт 7 күлгін ай мен 2 күн сияқты кейбір сипаттамалармен бөліседі. Осы уақытта Марк үйіне әйелі Рейчел мен олардың қыздарына оралады. Алайда ол Рейчелдің айтқанына мән бермейді. Келесі күні Марк әріптестерімен Праттпен әңгімесінің жазбасын бөлісті. Олар оның 64 планетада болғанын, және оның жерге 4 жыл 9 ай бұрын келгенін білді. Ол сондай-ақ өзінің 337 жаста екенін айтады. Дәрігерлер ықтимал диагнозды талқылап жатыр. Бірақ олар Праттқа басқа ауруханада берілген дәріге қарсы иммунитетті ештеңе ойлай алмайды. Марк шынымен бөтен адам ба деп ойлайды. Ал қалғандары күледі. Келесі сессияда Пратт қабығы бар банан жейді. Марк Кпаксиандық балалар туралы сұрайды. Ал Пратт олардың көбею процесі өте ауыр екенін түсіндіреді. Ол дәптеріне бірдеңе жазу үшін әңгімені үзеді. Өйткені ол барған жерлерінің барлығын жазып отырады. Сеанстан кейін Пратт жалпы бөлмеге оралып, барлық науқастарды аты жөнімен қарсы алады. 5 жауап бермейді. Ал Эрни ешкіммен сөйлеспейтінін түсіндіреді. Өйткені ол аузынан түтін шығып кетеді деп қорқады. Оны бала кезінен институтқа алып келген. Үйін өртеп жіберді, бірақ Хауи бұл электр тогының соғуы деп айтты. Осы уақытта Дорис медбикеге айқайлап, оның бөлмесінен ешқашан шықпайтынын біліп, сыртқа шығуын өтінгені үшін оның бетіне тамақ лақтырады. Прот жақындап келіп, оның үстелінің 2 адамға арналғанын байқайды. Сондықтан ол қосыла ала ма деп сұрайды. Дорис оны джентльмен деп атайды, және 11 жыл бойы біреуді күткенін мойындап, шашы мен макияжын түзетеді. Көп жылдар бойы зертханада дәрігер Маркқа Пратт сынағының нәтижелері туралы айтып береді. Оның ақ жарыққа сезімталдығы бар және ультракүлгін сәулелерді түсіре алатыны сөзсіз. Бұл адамдар жасай алмайтын нәрсе. Келесі сессияда Марк шамдарды өшіріп, перделерді жауып тастайды. Сондықтан Пратт ақыры күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп алады. Марк одан отбасы туралы сұрайды. Бірақ Пратт оның планетасында барлығы балаларды тәрбиелеп жатқанын және отбасылар жоқ екенін айтады. Некеде, үкіметте, заңда жоқ. Олар дұрыс емес әрекет жасаған адамдарды жазаламайды. Өйткені көзге көз саясаты ақымақтық болып саналады. Отбасылық жиналыс кезінде Марк астроном болып табылатын қайын ағасы Стивпен сөйлеседі. Ол оған Пратттың оқиғасын жоққа шығару үшін қолдануға болатын бірнеше қиын сұрақтар қояды. Біраз уақыттан кейін медбике Маркқа Хоуидің бірнеше сағат бойы терезеден шықпағанын айтады. Марк оны көруге келгенде Хоуи бақыттың көк құсын іздеп жүргенін түсіндірді. Оның айтуынша, Пратт оған 3 тапсырманың біріншісі ретінде мұны істеуге кеңес берген. Егер ол оларды орындаса, ол сауығып кетеді. Содан кейін Марк терезеге қараса, Праттың Эрниді бақшаға әкеле алғанын көріп шошып кетті. Ол сыртқа жүгіріп шығып, Пратты адамдардың емделуіне араласқаны үшін ұрысып қалды. Бұл Праттың науқас екенін және оның дәрігер екенін көрсетті. Пратт Марк неге осы уақытқа дейін ешкімді емдемегеніне таңғалып, оларға астрономия бойынша барлық сұрақтарға жауаптары бар бірнеше парақ қағазды береді. Стив барлық жауаптарды алған кезде, олардың барлығын оқығанда шошып кетеді. Өйткені Пратт телескопы бар, қарапайым, әуес қойға белгілі болмайтын нәрселерді біледі. Ол мұның бәрін айту үшін Маркқа қоңырау шалады. Ал Марк астрофизиктердің біреуі жоғалып кетті ме деп сұрайды. Бірақ Стив ешкімді білмейді. Күндер өтіп, Марк Праттың ісіне әуестеніп, одан сайын ренжіді. Өйткені ешқандай прогресс жоқ. Ол тіпті бұл іспен үйде айналысып, отбасын елемейді. Бір күні кешке Марк Пратты обсерваторияға апаруды ұйғарады. Ал ондағы ғалымдар оған көптеген сұрақтар қояды. Олар оның жарықтан өтіп бара жатқанын көргісі келеді. Ал Пратт оның кетіп қалғанын және қайтып оралғанын айтып жыпылықтайды. Ғалымдар оны байыппен қабылдамайды және одан да көп сұрақтар қояды.
Сондықтан Прат олардың жабдықтарын әртүрлі күн жүйелерінің картасын салу және кейбір астрономиялық есептерді адамдар түсіндіре алмаған мәселелерді шешетін бірнеше теңдеулерді қосу үшін пайдаланады. Бәрі шошып кетті және оның мұндай нәрселерді қайдан білгенін түсінбейді. Институтта Хой ақыры көк құсты көріп, қуаныштан айқайлады. Ол барлық пациенттер мен қызметкерлерді жинай бастайды. Көп ұзамай терезенің айналасына қуанышты адамдар жиналады. Марк осы дүрбелеңді байқаған кезде, тіпті Дористің құсты көруге шыққанын көріп шошып кетеді. Кешке 5 Пратқа келіп, оның көк құс екенін айтады. Біраз уақыттан кейін Сал Праттан оған жеңіл жүруді үйретуін сұрайды. Өйткені ол кеткісі келеді. Ол 15 жыл бойы беделді қонақ үйде есік күзетшісі болып жұмыс істеді және бір күні ол барлық жерден жағымсыз иісті байқай бастады. Ол колледжге жіберілді және соңғы 10 жыл бойы осында жұмыс істеді. Прат ол кездестірген бірінші адам, ол сасық емес. Сондықтан Сал оған көмектесе аламын деп ойлайды. Прат оған өз планетасындағы жағымды иістер туралы әңгімелер айтып бергенде, Сал барғысы келетінін айтады. Бірақ Прат өзімен бірге бір адамды ғана ала алатынын түсіндіреді. Көп ұзамай Марк әрбір дерлік пациенттің қомақты қаражат жұмсау керек деп ойлайтынын біледі. Прат оны барлығына тек бір адамды қабылдай алатынын айтқанына сендіреді және 27 шілдеде сағат 5:51-де кететінін хабарлайды. Ол бұл күнді қауіпсіздік мақсатында таңдады. Сол түні Марк кенет түсініктен оянды. Отбасына мән бермей, кабинетіне кіріп, Праттың сеанстарының жазбаларын тексерді. Ол жерге 4 жыл, 9 ай және 3 күн бұрын келгенін айтты. Марк есептеп, 27 шілдеде 5 жыл болатынын растады. Сондықтан Прат дәл осы күні ұшқысы келеді. Ол сол күні басынан бір ауыр оқиға болу керек деп болжайды. Рейчел оны осындай уақытта жұмыс істегені үшін ұрысып, ашуланып, кеңсесінен шығып кетті. 4 шілдеде Марктың отбасы тағы бір кездесу ұйымдастырады және ол Пратты оларға қосылуға шақырады. Прат бірден бұрын ешкімді ұнатпайтын үй жануарымен дос болды. Ол иттің айтқанын аудара бастады. Осылайша балалар оған жақсырақ қарай бастайды. Түскі асқа оған арнайы вегетариандық тағам дайындалады. Өйткені ол ет жемейді. Прат тамаша уақыт өткізіп жатыр және бірнеше фотосуреттерді көргеннен кейін Марктың бірінші некесінен ұлы бар екенін біледі. Ол енді онымен сөйлеспейді. Ол Рейчелге оның планетасында отбасы жоқ екенін және ол өте маңызды нәрсені жіберіп алды деп ойлайтынын айтады. Прат қыздардың біріне әткеншекте тербелуге көмектесіп жатқанда, басқа балалар спринклерлерді қосады және бұл шу Праттың қатып қалуына себеп болады. Қыз оны да ойнауға мәжбүрлеуге тырысады. Бірақ Прат суға түспеу керектігін айтып, оны артқа тартады. Отбасының еркектері Пратты ұстауға тырысып жатқанда, Рейчел қызын алып кетеді. Медбике седативті дәрі дайындап жатыр. Бірақ олар спринклерлерді өшірген кезде Прат ақыры тынышталады. Ол алма бәлішін айтып, үстелге ештеңе болмағандай жақындайды. Келесі күні Марк бастығына бұл кездейсоқ оқиға екенін түсіндіріп, Праттың қауіпті емес екеніне ант беру керек. Ол су травматикалық оқиға туралы естеліктерді тудырған болуы керек деп болжайды және регрессия жаттығуын жасағысы келеді. Бұл тым қауіпті болуы мүмкін, бірақ ол өз уақытының азайып бара жатқанын сезеді. Марк Пратты іздеуге барады. Ал басқа науқастар оған кетер алдында тағы бірнеше елге баруға кеткенін айтады. Дәрігерлердің бүкіл тобы Праттың ғимаратта жоқ екенін растаған кезде дүрбелеңге түседі. Сондықтан олар билікке хабарласады. 3 айға нәтижесіз қоңырау шалуды жалғастырады және ақырында жұмыс үстелінде ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең Марк терезеге қараса, Праттың ағашта абайсызда демалып жатқанын көреді. Прат көптеген елдерде болғанын айтады және ол шынымен де кететінін жариялағанын айтады. Марк гипноз туралы айтқан кезде Прат бас тартады. Бірақ Марк егер олай етпесе, оның басшылары оны тыныштандыратын дәрі беретінін айтады. Басқа дәрігерлер оны терезеден бақылап тұрғанда, Марк Пратты гипноздауды жалғастырады және одан балалық шағындағы маңызды оқиғалар туралы сұрайды. Прат ең жақын досының әкесінің жерлеу рәсімін есіне алады, бірақ ол кісінің есімін есіне түсірмейді. Бұл әке өзі жұмыс істеген қасапханада азап шегіп, кейін қайтыс болды. Бірақ Прат бұл оқиға болған жерді айтудан бас тартты. Ол өзін өте ыңғайсыз сезінетіні анық және оның жүрек соғу жиілігі өте тез көтеріле бастайды. Марк басқа естелікке жүгіну үшін сұрақ қояды. Ал Прат тынышталады. Ол ең жақын досы екеуі әкесінің телескопы арқылы жұлдыздарға бірге қарағанын айтады және ол әлі де өзінің бөтен планеталық екенін айтады. Оның ең жақын досы қазір өзін жақсы сезінбейді, сондықтан Прат қайтып келді. Пациентінің қайтадан ыңғайсыздана бастағанын көрген Марк оны оятуға бел буады. Бірақ Прат гипноздың өтіп кеткенін түсінбейді. Осыдан кейін Марк хатшысынан түнгі аспаны ашық ауылдағы қасапханаларды іздеуді сұрайды. Бұл арада науқастар кімнің табыспен кететіні туралы дауласып жатыр. Прат, сондықтан Хойдың ойы бар. Олар неліктен таңдалу керектігін дәлелдейтін эссе жазуы керек. Ал Прат олардың барлығын оқуға келіседі. Көп ұзамай Прат қайтадан гипнозға түсуге келіседі. Ол өзін 1985 жылы ең жақын досымен біргемін деп ойлайды. Бірақ басқа баланың атын айтудан бас тартады. Сондықтан Марк оны Пит деп атауды шешеді. Ол кезде Пит 17 жаста, ал Прат 175 жаста еді. Питтің Сара есімді жүкті қызы болды және ол өзінің болашағы үшін қатты қорықты. Прат тағы да өзін жайсыз сезінеді. Сондықтан Марк басқа нәрсені еске түсіруді сұрайды. 1991 жылы Прат қасапханада жұмыс істеп, Сараға үйленген Питке қонаққа келді. Біраз уақыттан кейін Марк Эрниді емханада көруге шақырылды. Өйткені Хоуи оны ұйықтап жатқанда өлтірмек болды. Марк уайымдап жатыр. Бірақ Эрни оның жақсы екеніне сендіреді. Тіпті бұл керемет болғанын айтады. Хоу оны тұншықтырып жатқанда Эрни тыныс алуын тоқтатты. Сондықтан Хоу оны ауруханаға апарып қайта тірілтті. Эрни оянғанда ол өлімнің сенің қолыңнан келетін нәрсе емес екенін түсінді. Сондықтан одан қорқу өмірді босқа кетіру. Қазір Эрни өзін керемет сезінеді және сүйектері бар балықты жеу сияқты қауіпті әрекеттерді
жасауға дайын. Марк келесі жолы Хоуиге барады және ол Эрниді емдегенін болжайды. Оның айтуынша, бұл оның Праттан екінші тапсырмасы болды және оның да сауығып кетуі үшін тағы бір тапсырма қажет. Келесі күні Марк Пратты тағы да гипнозға түсіріп, оның күнін 1996 жылдың 27 шілдесі деп атайды. Пратт өзінің Паксте екенін айтады, бірақ Питке бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Сондықтан ол бірден жерге түседі. Ол Питтің өзін өзі жою үшін өзенге секіріп бара жатқанын көреді. Өйткені жан түршігерлік оқиға болды, бірақ Пратт оның не екенін айтудан бас тартады. Оның өмірлік белгілері есінен танып қалады. Бірақ Марк оны оятудан бас тартады. Өйткені оған жауаптар қажет. Кенеттен Пратт Маркты итеріп жіберіп, тізесіне құлап, қатты күйзеліске ұшырады. Медбикелер оны тыныштандыруға асығады. Бірақ келетін нәрсе емес екенін түсінді. Сондықтан одан қорқу өмірді босқа кетіру. Қазір Эрни өзін керемет сезінеді және сүйектері бар балықты жеу сияқты қауіпті әрекеттерді жасауға дайын. Марк келесі жолы Хоуиге барады және ол Эрниді емдегенін болжайды. Оның айтуынша, бұл оның Праттан екінші тапсырмасы болды және оның да сауығып кетуі үшін тағы бір тапсырма қажет. Келесі күні Марк Пратты тағы да гипнозға түсіріп, оның күнін 1996 жылдың 27 шілдесі деп атайды. Пратт өзінің Паксте екенін айтады, бірақ Питке бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Сондықтан ол бірден жерге түседі. Ол Питтің өзін өзі жою үшін өзенге секіріп бара жатқанын көреді. Өйткені жан түршігерлік оқиға болды, бірақ Пратт оның не екенін айтудан бас тартады. Оның өмірлік белгілері есінен танып қалады. Бірақ Марк оны оятудан бас тартады. Өйткені оған жауаптар қажет. Кенеттен Пратт Маркты итеріп жіберіп, тізесіне құлап, қатты күйзеліске ұшырады. Медбикелер оны тыныштандыруға асығады. Бірақ Марк оларды тоқтатып, оны ояту үшін Праттқа абайлап жақындайды. Тұр. Оқиға кезінде Пратттың қалтасынан бірнеше заттар түсіп, Марк оларды алып кетеді. Үйге қайтып бара жатқанда, Марк қалтасында әлі де Праттың қарындашының бар екенін байқайды. Оған қараса, 505 саны мен Салва сөзін көреді. Ол бірнеше қоңырау шалу үшін ақылы телефонға асығады және 505 Нью-Мексиконың аймақ коды екенін растайды. Салваның құтқару армиясы дегенді білдіретінін түсінген соң, ол бұл ақпаратты хатшысының зерттеулерімен сәйкестендіру үшін кеңсеге оралады. Өзен, қасапхана және құтқару армиясы бар жерді іздеу нәтижесінде олар Гвадалупа округін табады. 1996 жылдың 27 шілдесіндегі жаңалықтарда олар Роберт Портер есімді адамның суға батып кеткенін оқыды. Марк бірден Гвадалупа округіне ұшып барады және шерифтен бұл іс туралы сұрайды. Роберт ақылды және мейірімді адам болған және әйелі мен баласымен қала сыртында тұратын. Шериф Маркты Роберттің ескі үйіне апарып, болған жайды айтып берді. Қылмыскер үйге кіріп, Роберттің әйелі мен қызын өлтірмес бұрын оның жағдайын пайдаланған. Роберт жұмыстан үйге келгенде жақындарының мәйіттерін тауып алып, ашуланды. Ол қылмыскерді мойнын сындырып өлтіргені сонша. Үйдің сыртында Марк өз бақшасындағыдай спринклерлер мен әткеншектерді тауып алып, Роберттің қанды қолдарын сол жерде жуып жатқанын елестетеді. Содан кейін шериф Маркты өзенге апарып, Роберттің киімін қайдан тапқанын көрсетеді. Олар оның өзін алып тастады деп ойлайды, бірақ мәйіт ешқашан табылған жоқ. 27 шілдеде пациенттер барлық эсселерді жинап, Праттпен қоштасу үшін шағын кеш өткізеді. Марк оны соңғы рет сусын ішу үшін кабинетіне шақырады. Пратт Пакста оны ешкім сағынбайтынын айтады, бірақ ол жерде оны сағынатындай сезінеді. Ол Маркқа ұлына телефон соғып, бәрін шешуін айтады. Содан кейін Марк оған Роберт Портердің суреті салынған мектеп жылнамасын көрсетіп, олардың бір-біріне ұқсайтынын растады. Марк олардың бір адам екенін айтқан кезде, Пратт мұны жоққа шығарады және Марктан Роберт қайтыс болғаннан кейін оған қамқорлық жасауын сұрайды. Осыдан кейін Пратт партияға қосылады. Сал таңдаулылардың кім екенін білгісі келеді. Ал Пратт олардың ерте ұйықтағаны үшін қосымша ұпай алатынын айтады. Осылайша барлығы өз бөлмелеріне шашырап кетеді. Кетіп бара жатып, 5 мыжылған эссесін үстелге лақтырып жібереді. Хоуи соңғы тапсырманы орындау үшін артта қалады. Сондықтан Пратт оған осында қалып, кез келген нәрсеге дайын болуды айтады. Содан кейін Хоуи бөлмесіне кетер алдында оған эсселерін береді. Ал Пратт 5 тастап кеткен жұмысты үйіндіге қосады. Осы кезде Ричел Маркқа келіп, оған тамаға келді. Ол оған риза және жақсы күйеу болуға тырысады. Түн ортасында қаланың үстінде шамдар жыпылықтайды. Бірнеше сағаттан кейін Марк ұйықтап қалғанын түсінді. Ал қазір сағат 5:51-ге таяп қалды. Баспалдақтан түсіп келе жатып, ол күннің баяу көтеріліп келе жатқанын байқайды және Пратттың күннің шығуын кету уақыты ретінде таңдағанын түсінеді. Бөлмесінде Пратт көзілдірігін шешіп, терезеге қарайды. Есікті күзетіп тұрған медбике оның қозғалып келе жатқанын байқайды. Бірақ сол кезде қауіпсіздік камералары жұмысын тоқтатады. Марк палатаға жеткенше Пратты еш жерде көрмейді. Мұқият тексергенде, оның ес-түссіз жатқан денесі кереуеттің астында жатқаны белгілі болды. Медбикелер мәйітті зембілмен алып шығады. Ал басқа науқастар оны енді Пратт ретінде көрмейтіндіктен абдырап қалады. Эрни Пратттың енді жоқ екенін көрсетеді. Ал топ кенеттен 5 жоғалып кеткенін түсінеді. Олар оның бөлмесіне жүгіріп барып, оның эссесін төсегінен тауып алады. Хоуи оның таңдаулы екенін растау үшін оны оқиды және соңғы бетте менің үйім жоқ деген хабарлама пайда болады. Күндер өтіп жатыр. Ал Марк Роберттің кататонияға ұшыраған денесіне күтім жасауды жалғастыруда. Өйткені Пратт одан мұны сұрады. Бұл адам тірі, бірақ ол қозғалмайды, сөйлемейді. Пратт өзін өзі жойғаннан кейін ең жақын досының денесін жерге бару үшін пайдаланған бөтен планеталық екені белгілі болды. Роберттің жеке басы жарақат спринклерлер мен гипноздан туындаған кезде ғана пайда болды. Пратт Капексте өзімен бірге бір адамды ғана ала алатынын айтты. Өйткені оған жаңа дене керек болды. Марк Робертке оның арқасында барлық науқастардың жағдайы қалай жақсарғаны туралы әңгімелейді және 5 ешқашан табылмағанын айтады. Жұмыстан кейін Марк учаскеге барады. Ақырында ұлымен қайта қосылуға батылдық алады. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Қарағаныңызға рахмет.